Жұмсақ мінез. Кім тату өмір кешсе, шейіттік өмір сүргені. Адамдармен тату тәтті қарым-қатынаста болу, жоғары дәрежелі пайғамбарлар мен салих адамдарға тән қасиет. Кімде-кім жұмсақ, сыпайы және адамдармен жақсы қарым-қатынаста болса, Алла оны тозаққа харам етеді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте жұмсақ адам болған. Сахабалары дүние тіршілігі туралы айтқанда, ол оларды қолдап, ақыреттік өмір туралы сөйлескенде, ол әңгімеге де араласатын. Тамақ, ас-ауқат туралы әңгіме бола қалғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шетте қалмайтын. Омар ибн әл-Хаттаб радиаллаху ан былай деді: бүгін сендер қаталдық пен дөрекіліктің арасында тұрсыңдар, ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құлдарымен және барлық сахабаларымен жұмсақ мінезді, оларға жанашыр болатын. Алла тағала Раббыларың мүминдерге мейірімді. Ахзаб сүресі 43 аят дейді: сендерге араларынан бір пайғамбар келді, бастарыңа бір қиындық келсе, оған ауыр тиеді. Сендердің иман келтіріп ақиқат жолында болуларыңды аңсайды. Мүминдерге ынтық, өте мейірімді. Тәубе сүресі 128 аят дейді. Демек, саған келген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да сен сияқты адам. Алла тағала оны саллаллаху алейхи уассалам басқалардан жоғары қойды. Оған мейірім шапанын кигізіп сендерге тағайындады. Өйткені ол саллаллаху алейхи уассалам сендерге мейірімді, жанашыр. Ең бастысы ол саллаллаху алейхи уассалам сендердің иман етулеріңді қалайды. Жоғарыда айтылғандардың мағынасын былайша да жеткізуге болады: ей арабтар, сендерге өздерің сияқты араб ұлтынан өз тілінде сөйлейтін елші саллаллаху алейхи уассалам келді. Тілдің ұқсастығы адамдарды өзара достық пен жанашырлыққа шақырып, дау-дамайдан құтқарып, дауды тез шешуге мүмкіндік береді. Тіл білмесе біреуге тура жолды көрсету мүмкін емес. Сондай-ақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаланың жаратқандарының ең қадірлісі. Әбу Хурайра радиаллаху ан былай дейді: пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Жибрил періштеден: ей Жибрил, сенің жасың нешеде деп сұрады. Періште былай деп жауап берді: о Алланың елшісі, мен қанша жаста екенін білмеймін, бірақ 4-ші аспанда 70 мың жылда бір көрінетін жұлдыз бар. Мен сол жұлдызды 70 мың рет көрдім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: о Жибрил, Раббымның ұлылығымен ант етемін, ол жұлдыз менмін дейді. Алла тағала Адам алейхиссалам пайғамбарды жаратып, оның жауырынына Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам нұрын салып, Адам алейхиссалам пайғамбардың маңдайынан оның нұрын жарқыратады. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам асыл болмысы мен шыққан тегі Алланың барлық жаратылыстарының ішіндегі ең ұлысы, ал оның саллаллаху алейхи уассалам пәк рухы рухтардың ішіндегі ең ұлысы. Оның саллаллаху алейхи уассалам рухы барлық рудың ішіндегі ең лайықтысы. Оның саллаллаху алейхи уассалам тілі ең жақсы тіл. Оған саллаллаху алейхи уассалам түсірген кітап илахи жазбалардың ең жақсысы. Оның серіктері мен жанұясы сахабалардың және жанұялардың ең жақсысы. Оның туған уақыты уақыттардың ең жақсысы. Ал оның нұрлы қабірі раузаны жер бетіндегі ең құрметті орын қылды. Оның саллаллаху алейхи уассалам асыл саусақтарының арасынан аққан сулардың ең жақсысы. Алла тағаланың сендердің иман келтіріп тура жолында болуларыңды қалайды деген сөзі пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандардың иман келтіріп рухани дәрежелерін көтерілуін қатты қалайтынын білдіреді. Ал ол мүминдерге ынтық, өте мейірімді деген сөздер оның саллаллаху алейхи уассалам мейірімінің тек мүминдерге бағытталғанын білдіреді. Барлық істе сыпайы болу барлық хош иістердің арасындағы миск сияқты деп айтылды.